Жазира Жалданбай мен Зейнептің жастары ұлғайғанда көрген, Құдайдан сұрап алған жалғыздары. Алла тағалам оны ерекше жомарттықпен сүйкімдетіп жаратыпты. Төгілген жібектей қара шашынан бастап, қара тырнағына дейін бір міні жоқ хас сұлудың нағыз өзі. Мектепте алтын белгіге бітірді. Алматыдағы ең беделді жоғары оқу орнына келіп, өзі қалаған мамандық бойынша даярлайтын факультетке қабылданды. Маңдайы жарқырап, алдыңғылардың бірі боп ұлттық бірыңғай тесттен жоғары балл жинап, грантқа оқитын болды. Бір семестр бойы күн аралатып, үй ішімен ұялы қалта телефон арқылы сөйлесіп, күнделікті не тіршілік кешкенін хабарлап отырды. Бұрын үйден шықпаған ерке бала ата-анасын қатты сағынатын. Оқуынан басқа ештеңеге алаңдамайтын ол қиналмай жақсы оқыды. Бірақ осы сөйлесулер, жалғыздың киімі, жолы, тамағы бәрі қомақты қып-қызыл ақша болып шыға келді. Зейнеткерлікке алғашқылардың бірі болып шыққан, бұрынғы мұғалім, кейін парторг болып қызмет атқарған, ауылдағы беделді адамдардың бірі болып саналатын ол, бір қызығы өте аз зейнетақы алатынын кейін байқады. Әйтеуір көңілге медет ететіндері жалғыздың талабы таудай болып үлкен шаһарда тегін оқып жатқаны. Өздерінің есебінше оны қаражаттан тарықтырмайтын сияқты. Осы тіршіліктеріне де іштей жүгіршілік етеді. Тек Зейнептің тізесінің зар қақсап, тұрса отырғызбай, отырса тұра алмайтын ауруы екеуінің де жанына қатты батып жүр. Енді сиыр сау, қой ешкені жайлау Жалданбайдың міндетін өтті. Осы бір митыңдаған тірлікті өзі атқарғалы. Байғұс Зейнебай бала болмаған соң ба, қас қабағыма қарап, алдымнан қия өтпей, бәрін өзі ойнап күліп жүріп атқара салушы еді. Әлемнің жұмысы екен ғой, қарашы енді мені титықтырып бара жатқанын деп ылғи ойлайтын. Қысқы каникулға шыққан жалғыздарының бәрін беске бітірдім деп маңдай жарқырап келгенін көріп, сағыныштарын басып, екі кәрі ыңқыл-сыңқыл ауруларын, қиыншылықтарын ұмытып, көңілдері көтеріліп марқайып қалды. Жазира бұрынғысынан да таралып, сұңқақтана түсіп, бойы сымдай тартылып, арқасына жайылған жібек шашы қара түндей болып төгіліп, ерекше сұлулана түскен сияқты. Аппақ тістері жарқырап, ал қызыл еріннің ар жағынан көрінсе, бүкіл дүние жадырап, жайнап шұғыла шашқандай әсер етуші еді. Тіфә, тіл көзін аман болса екен жарығым дейтін екеуі іштерінен. Алла тағаланың осындай бала бергені шүкіршілік етіп, тәуба дейтін күбірлеп. Сонымен Жазира туған үйде 10 шақты күн аунап-қунап жатып, артынып-тартынып, қимай-қимай, көзі жасаурап, артына қарай-қарай оқуына кетті. Оқуын ары қарай жалғастыра бастаған Жазира студенттік өмірге үйреніп, енді әке-шешесімен сирек хабарласатын болды. Алғашқы кездерде уайымдап, алаңдап отыратын екі кәрі қазір бұл күйлеріне де көндігіп қалды. Бір жеті бұрын, тіпті одан да бұрынырақ хабарласқанда айтқан сөздерін кеше ғана естігенде еске алып, жалғыздардың тілеуін тілеп, елеңдеп, қара телефонды күзетіп, айналсоқтап, үйден ұзап шыға алмайтын. Көршілері, осылардың тыққан алтындары бар ма үйлерінде, кейінгі тіпті шығуды қойды ғой деп күңкілдесетін. Ал Жазира болса, оқу басқа тілде болған соң, бірінші семестрде басталмай оқып, қиыншылықтарды жеңіп, өзімен бірге оқығандардың алды болып, жақсы баға алған соң, көңілі жайланып, айналасына бажайлап қарай бастады. Сөйтсе, бұл факультетте оқитындардың бәрі крутой-лардың, яғни елшілердің, министрлердің, бизнесмендердің, тағы басқа сондай мықтылардың балалары екен. Олардың киген киімдері де, сөйлеген сөздері де, жүрістері де, қылықтары да, ұстаған қаламдары да, тартқан темекілері де, тіпті иістері де, өздері де ерекше. Әрі басқа факультеттердің студенттерінің саны аз болғандықтан, олардың айырмашылықтар да жер мен көктей екенін байқады. Көбі судай жаңа қымбат көліктермен келеді. Бұлардың қасында өзі де тіпті бұларға сабақ беретін ұстаздардың біразы әкесінің сөзімен айтқанда олардың қолына су құюға жарамай қалады. Немесе студенттердің сөзімен айтқанда олардың қасында серая мышка болып қалады. Жазираның тағы бір байқағаны, бұларда қазақи қасиет, қазақи мінез, жалпы қазақшылық жоқ. Осынша уақыт бірге оқып жүрген кезде осылардың біреуінің бірде-бір қазақ тілінде сөйлеген естімепті. Ұлты жоқ адамдар сияқты. Бәрі паң, бәрі қырланған, сырланған, бәрі бай, төрт құбыласы түгел, басқа бір ғаламшардан ұшып келген сияқты.
Жатақханада тұратын ақша жетпейтін, киімі нашар студенттер бұлар үшін адам ретінде түк бағасы жоқ бос орын сияқты. Мың жерден жақсы оқысаң да, сұлу болсаң да, сен адам емессің. Сенімен ешкім амандаспайды, сені ешкім көз келмейді. Бұлардың сұлулық, өмір туралы түсініктері де өзгеше. Кім неғұрлым крутой болса, сол адам. Мейлі, оның түрі ат басып кеткен бақа сияқты болса да, сол сұлу. Және бұлар өз ортасына бөтенді кіргізбейді. Апасының ылғи айтып отыратын тең-теңімен, тезек қабымен дегенде осы жерге айнымай келеді. Кейде курстастарының әңгімелерін құлағы шалып қалатын. Айтатындары еліміздің саяси хал-ахуалы, аты жөндерін тек басылым беттерінен оқитын үкімет басындағы құзырлы орындарда отырған шенеуліктердің жұмысы, отбасылық байлығы, балалары, жасырын махаббаттары жайлы болатын. Содан кейінгі сүйсініп, жыр қылып айтатындары, саунаға, массажға, қымбат мейрамханаларға барғандары, шетелдің танымал әншілері және қазіргі киім үлгілері еді. Осы әңгімелерді естіген Жазира әкесінің студенттік жылдарда бір тілім нанды бөліп жеп, біріміздің костюмімізді біріміз киіп, қызға барушы едік деген әңгімелерін еске алып, мырс-мырс күлетін. Парторг болғанда сөйтіп едім, бүйтіп едім, совхозды байытып, төл алудан рекорд жасап едік. Кейін бәрі тарқағанда, бөліске түскен жерден бәленбай гектар ал дегенде, оны не істеймін, қайтып ұқсатамын деген ойлармен алмап едім деп айтып отыратын ұзақ сонар әңгімесі есіне түсетін. Әй аңқау әкем-ай, сол жерді алсаң, сатып, ең құраса өзің көлікпен жүретін едің. Қазіргідей 5 қойыңның қайсысын сатам деп қиналмайтын едің. Түкке жетпейтін күлкілі зейнетақыңды ар есептеп, бер есептеп, ештеңге жеткізе алмай, шаршамайтын едің деген ойлармен бірнеше рет жан әкесіне көңілі толмай, оның сонша жыл қызмет істеп, кедей болғанына ренжігендей, намыстанғандай, қорланғандай, ары жерге тапталғандай болатын. Көзіне ыстық жас толып, көкірек тұсы ашып, қатты қамығатын. Кедей болу мына крутой ортада, мына заманда үлкен кемшілік, ұят, тіпті адам қатарынан да шығып қалатын сияқтысың. Осыны қанып білген сайын, ол қалай баю керек екені туралы жиі ойланатын болды. Жазира лекциядан шығып жатақханасына бара жатқан кезде, әртүрлі жерлерде кездескен жігіттердің өзін көргенде көзін ала алмай, жіпсіз байланып қалатынын талай көрген, ішінен талай күлген. Оны көрген кезде өзі де солардың кебін кигендей болды. Жүрегі лүпілдеп, бір қызарып, бір сұрланып, осы қалпынан өзі қысылып, көзі жасаурап, бақырайып қарап тұрған бұны көрсе де, ол сыры бермей көзінің қиығымен бұлж тұрған жақты бір шолды да жанынан өте шықты. Бұл осы крутой факультеттің 3-ші курсында оқитын Сапар дейтін жігіт еді. Сырт келбетінің ерекше тартымды екенін өзі де білетін сияқты. Артына бір бұрылып қарайтын ақ шар деп үмітпен телмірей қарап тұрған бұған мойында бұрмайтын. Кейін бір-екі рет кездейсоқ кездескенде де көңіл бөлмей өте шығатын. Көзімен ішіп жеп, жеріндей жабысып қалатын жігіттерге ұқсамайтын оның мына қылығы Жазираны одан әрі ынтықтыра түсті. Бір күні оның сирағы кеудесін өсіп шыққандай, арғымақтай қатып киінген, беті сүрмеленген, жаны бар адам дегеннен гөрі тірі сувенирге ұқсайтын бір сұлумен кетіп бара жатқанын көріп, менің киімімді қорашсынатын болу керек деген ой түйді. Осы күннен бастап әке-шешесіне киінуім керек, ақша салыңдар деген хабарлар жиі келетін болды. Балаларының қатар құрбысынан кем болып, төмешік болғанын қаламайтын екі кәрі қолдағы бар малдың көбін сатып, ақшасын жіберіп, зейнетақыларын қоса салып, жалғыздарының көңілінен шығып, қабағына кірбің түсірмеуге тырысып бақты. Сапар мені байқамады деген Жазираның қобалжуы бекер болып шықты. Оның қасына келіп бірінші айтқан сөзі: «Ты имидж поменяла, молодчина, такая красивая стала», деп еді. Екеуі енді жұбы жазылмай бірге жүретін болды. Осы сәттерді ғашықтықтан басы айналған қызға бүкіл дүние, бүкіл ғалам күлім қағып, құшағын айқара ашып, айнала ән салып, бұны тербетіп, бақыт тілеп тұрғандай әсер етуші еді. Бір күні қаланың беделді қызметі жоғары, бай адамдардың мекенжайы салынған ауданында орналасқан Сапардың жайлы, әрі қымбат жиһазға толы
пәтерінде өткен студенттік Аля Фуршиден кейін Сапар Жазираға: «Үйленеміз, алдымен сенің пәктігіңе көзім жетуі керек» деді. Сүйгеннің мына сөзін қалай қабылдарын білмей, санасы сан-саққа бөлініп, әлде дұрыс түсінбей тұрмын ба деген оймен ақша беті нарттай жанып, тұла бойы күйіп жанып, жүзін көтеріп оған қарады. Жанарында мың сан сұрақ, саусақтары суынып қолын ұстай алды. «Ол былай», деді Сапар. «Менен бұрын ешкіммен кездескен жоқсың ба?» деді, уысындағы қыздың саусақтарын сындырып жіберердей қысып. Жоқ», деді Жазира, өңі оттай жанып, дауысы әрең шығып. «Ондай болса қазір көреміз», деген жігіт қарсы алдында жыртқыштың тырнағына ілініп қорыққан көжектей болып дүлдүлдеп соққан жүрегі кеудесіне сыймай діріл қағып тұрған қызды бас салды. Денесімен дене болып, басқан ауыр салмақтан тұншыққандай күй кешіп жатқанында кенет бұған мүлдем жат, түрпідей қадалған, таныс емес дүние оқыс бұлқынғандай күй кешіп, ерекше күш алып, тұмса денесін қақырата жарып, жарақатта бене берді. Тіпті әлдене алқымына тірелгендей болды. Жүрегі көтеріліп құсқысы келді. Шоршып қарсылық көрсетпек тұрмақ, жаны мұрнының ұшына келгендей күй кешіп тыпырлап, жан тері бұрқ ете түсті. Тіпті мүлдем тынысы тарылып бара жатқан соң, аузын арандай ашып ауаны қармай жұтып, астындағы жайманы діріл қаққан саусақтарымен умаждай берді. Кенет ол жылан шағып алғандай атып тұрды. Өңі әлем тапырық. Жұдырығы түйіліп жайрап жатқан қызға төніп: Сен, құрыған қыз екенсің ғой», деді тұтығып. «Қай жерде? Кіммен?» деді зәрленіп. «Сайқал, сенде бір уыс, анау сайындағы путана да бір», деді тістеніп. Жазира оның баж еткен дауысынан есін жиып алғанымен ұшып тұра алмай, жаншылған, езілген денесін егере алмай, созалаңдай еретіліп жайрап жатқан аяқтарын бауырына жиып, жаңа туған ботадай кирелеңдеп орнынан тұруға талпынды. Түк түсінбей, аппақ денесін жібектей қара шашы жауып, екі шынтағын сүйеніп, жаңа туған айдай жіңішке қастары түйіліңкіреп, жұп-жұмыр торғындай мойын бұрып, алқызыл ерні ашылып, аласы аз қара көзі жігітке үрке қарап, ол орнынан тұра берді. «Путана, сен путанасың», деді Сапар тістеніп. Дауысы жер астынан шыққандай ысылдап, көзі адырайып, жынданып кеткенде діріл қақты. «Ойлап ем, көзді арбап періште ұқсап осы қалай аман жүр деп. Шық, көзіме көрінбе, баратын жеріңе, панельге шық. Сол сенің орның», деді ол қыздың киімдерін бетіне лақтырып. «Мен ешкіммен болған жоқпын», деп шырылдаған Жазираның сөзін ол құлағына да ілмеді. Итеріп шығарып жіберді.